Қайырлы күн достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай торттың сыртын қалай тегіс қаптауға болатындығы және де қазіргі кезде сұранысқа ие дәл осындай формаларды жасаудың жолын үйрететін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, дәл осы видео сізге пайдалы болып жатса, лайк қойып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып өтсеңіздер болады. Торттың сыртын қаптау үшін ең алдымен сары май, творожный сыр және де қант қажет болады. Ең алдымен майымызды осылай құрғақ ыдысымызға салып аламыз. Және де миксердің көмегімен майымызды ағарғанша кішкене өзінің сары түсінен ағаратын болады. Сол уақытқа дейін осылай миксерлейтін боламыз. Міндетті түрде сары майларыңыз бөлме температурасында болуы қажет. Және де творожный сырымызды, қантымызды салып, үшеуін бірге жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Кішкене араластырғаннан кейін осылай астындағы майлар қалып кетуі мүмкін, дұрыс араласпай, соларды осылай араластырып, тағы да бір рет миксерлейтін боламыз. Қараңыздар, осылай лопатканың көмегімен біздің креміміз дайын болды. Лопатканың көмегімен дәл осылай ішіндегі ауаларын араластыру арқылы ауасын шығаратын боламыз кремнің. Қараңыздар, бір тегіс осындай әдемі крем болып шықты. Міне қараңыздар, өте тығыз. Кондитерлік мешокқа дәл осындай дөңгелек насатканы салып алдым мен дайындап. Ал енді осы мешоктың ішіне кремімізді салып аламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Торттың сыртын қаптауға арналған. Осылай мен бір шетін кішкене розовый цветпен араластырып, розовый түсті крем жасап алдым. Осылай шетінде шығып тұрған кішкене кремдерін тортқа жағып, кішкене тегістеп аламыз. Осылай розовый кремімізді алып, тортымыздың ең астыңғы бөлігіне жағып шығатын боламын. Ал енді ақ түсті кремімізді алып, тортымыздың сыртқы бөлігіне жағып шығатын боламыз. Ал енді осындай шпательдің көмегімен және де скапуланың көмегімен тортымызды тегістеп аламыз. Және де торттарыңыздың тегіс әдемі болып шығуы үшін астында тұратын поворотный столик деп аталады. Яғни осылай айналып тұрады. Соныңда көмегі өте мол. Міндетті түрде скапуламен шпательімізді тазартып отыру қажет. Бетінде крем болатын болса, ол яғни өзінің формасын бұзып қоюы мүмкін. Осылай тегістеп жатқан кезде артық кремдер жағылып кетуі мүмкін. Тазалап отырамыз. Тортымыздың беткі бөлігінде осылай скапуланың көмегімен тегістеп шығатын боламыз. Артық кремдерін осылай алып отырамыз. Кішкене жанындағы формасы бұзылып жатса, осылай бір-екі рет айналдырып алсаңыздар болады. Осылай шетіндегі артық кремдерін аламыз. Крем жетпеген жерлеріне кішкене кремдеріңізді қосып, тегістеп жіберуге болады. Осылай тортымыздың шетінен бастап скапуланың көмегімен ортасына қарай, осылай ұлудың денесі сияқты етіп, осылай өрнек шығарып аламыз.
әдемілік мақсатында. Және де салфетканың көмегімен дәл осылай астындағы подложкасының жан-жағына тиген кремдерді сүртіп шығамыз. Ал енді мастикадан дәл осындай формаларды жасайтын боламыз. Ең алдымен осылай бөпенің формасын алып алдым. Бөпенің формасын осылай ақ түсті мастикадан жасаймын. Кез келген мастиканы қолдана берсеңіздер болады. Осылай ішіне тығыздап кіргізіп шығамыз мастикамызды. Артық жерлерін осылай пышақпен кесіп тастайсыздар. Ал енді мен розбей түсті шығарғым келіп тұрмын да, осылай ақ түстің үстінен кішкене қызыл түсті қосып, осылай күлгін түсті мастиканы шығарып алдым. Сіздердің мастикаларыңыз менікі сияқты қылып оқтауға жабысып жатса, кішкене крахмал сеуіп жіберсеңіздер болады. Ал енді бөпенің астына қоятын, яғни подложкасын дайындағым келіп тұр. Мұнда подложкасын дайындап қойдым. Бөпені дәл осылай асықпай шығарып аласыздар. Қараңыздар, бөпеміз өте әдемі болып шықты. Оны жабыстыру мақсатында кішкене сумен сулап жіберсеңіздер, жақсы жабысатын болады. Ал енді бөпенің үстін жапқанға осылай кішкене юбка сияқты етіп жасап алдым. И осылай үстін жауып қоямыз бөпенің. Қалған мастиканы жайып, осылай дөңгелекше етіп кесіп алдым. Ең бірінші барлық осылай розовый түстен жасалатын формаларымды дайындап алуды шештім. Ал енді мұнда төрт бұрышты етіп, яғни календар сияқты қылып жасаймыз. Осылай төрт бұрышты етіп, түзулеп кесіп алдым. Мастикаларымызды осылай бір-біріне біріктіріп, қайтадан жая беруге болады. Ал мұнда метр, яғни қазір бөпенің бойының ұзындығын жазатын боламыз мұнда. Осылай кішкене шетін ұлудың денесі сияқты етіп орап шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай әдемілеп қойсаңыздар болады. Осылай тағы да жайып қалған мастиканы, тағы да дөңгелек осындай формалар бар менде. Ал енді ақ түсті мастикамызды алып, осылай оқтаумен жаямыз. Және де осылай дөңгелек формалармен осылай арасын кішкене сумен сулап жабыстыратын боламыз. Ал мұнда жаңағы календарымызды жасайтын боламыз. Осылай бұрышын кішкене қайырып жібересіздер, әдемі көрінеді. Жоғары жағы кішкене үлкендеу етіп қалдырамыз. Ал шет-шетін 1-1 миллиметрден кішкене аппақ болып көрініп тұру қажет. Жоғары жағын осылай бір қайырып, бүктеп, осылай кішкене қолмен түзулеп жібересіздер. Қараңыздар, өте әдемі календар болып шықты. Ал мұнда жаңағы метрімізге қазір баланың бойының ұзындығын жазатын боламыз осы жерге. Мұнда төрт бұрышты етіп кесіп алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген формада жасай беруге болады бұларда. Міне қараңыздар, осылай жасап алдым. Ал енді қалған осы розовый түсті мастикаларды осылай жұлдызша етіп барлығын формасын жасап алдым. Қазір бұларды сәндеуге қолданатын боламын. Міне достар, осындай мастикаға арналған түрлі құралдар бар кондитерлік дүкендерде. Осылай шет-шетіне жолақтар жүргізіп шықтым. Сіздер жасасаңыздар да, жасамасаңыздар да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен осылай жасауды жөн көрдім. Кішкене әдемі шығу үшін
Міне достар, осылай кез келген яғни жеуге арналған краскалар бар, сонымен жазып шықсаңыздар болады. Осылай атын жазып, салмағын, бойының ұзындығын жазып шықтым. Ал енді жаңағы креміміздің бетіне қойған кезде біздің мастикамыз еріп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай мен қара түсті шоколадты қолдандым. Негізі ақ түсті шоколад болғанда өте жақсы болар еді. Ал менде ақ түсті шоколад бітіп қалғандықтан осылай қара түсті шоколадты пайдалануға тура келді. Дәл осылай видеода көрсетілгендей астыңғы бөлігін шоколадпен осылай қаптап шығасыздар. Достар, егер де осы мастиканы шоколадсыз торттың бетіне қоя салатын болсаңыздар, шоколадтарыңыз, яғни мастикаларыңыз торттың бетінде тұрған кезде еріп кетеді. Қанша жерден холодильникке салып қойсаңыздар да мастикаларыңыз еріп тортпен бірге бірігіп кететін болады. Ал егер шоколад қойсаңыздар, арасында, яғни влажность дейді ғой, соны мастикаға өткізбей тұратын болады. Шоколадты міндетті түрде осылай астына жағу қажет. Қараңыздар, мен қара түсті шоколад қолдансам да қатты білінген жоқ. Осылай әдемі болып шықты. Міне достар, дәл осылай біздің тортымыз дайын болды. Қараңыздар, өте керемет нәтижедегі тортымыз дайын болды. Сіздер де өздеріңіздің балдарыңыздың, қыздарыңыздың туылған күніне дәл осындай торт жасап берсеңіздер болады.